өзін кәсіби суретшімін деп таныстырып, жас қыздарды алдап, қала сыртына алып шығады да, бірінші болып нәпсін қандырады. Содан барып, оларды айуандықпен өлтіреді. Сәлем достар, бүгін біз сендерге шын өмірде болып өткен, яғни 130 қыз-келіншектердің өліміне себеп болған Родни Алькара туралы түсірілген фильмге шолу жасайтын боламыз. Многие ведут скрытный образ жизни, потому что стесняются себя. А я не скрываю, кто я. Ты уже сфоткал? Жас актриса бірінші көзқарастан махаббат шоуына қатысуға келіседі. Бірақ үш үміткердің бірі шын мәнінде қандықол қылмыскер болып шығады. Мұнда бәрі қыздың таңдауына байланысты болатын. Фильм Вайоминг штатындағы шексіз төбелердің арасында басталады. Әсем табиғат аясында Сара есімді қыздың фотосессиясы өтуде. Фотосессияны Родни Алькала есімді фотограф жүргізді. Оның өтініші бойынша Сара өз өмірі жайлы әңгімелейді. Ол бұрынғы жігітімен бірге қартайғанша бақытты ғұмыр кешпес бұрын, тұрмыс пен күнделікті күйбең тіршілік олардың жастық рухын басып тастамас бұрын, ақштың барлық 50 штатында болуды армандаған. Алайда сүйіктісі нағыз джентльмен болмай шығып, оны жолдың ортасында тастап кеткен. Сара жылап жатқанда Родни оны жұбатуға тырысады, бірақ мойнын жұмсақ қыса бастағанда қыз шошып, қолын итеріп жібереді. Сол сәтте ол екі нәрсені түсінеді. Фотографтың ойы шынымен де қауіпті, әрі жақын маңайда көмек сұрайтын ешкім жоқ. Сара қашып кетпек болады, бірақ жігіт оны қуып жетіп, жерге жығып, қылқындырады. Не істеп қойғанын түсінген Родни оған жасанды тыныс береді. Дегенмен есін жиған қыз қайта қашуға тырысқанымен бәрібір қайғылы тағдырдан құтыла алмайды. Оқиға одан әрі 1978 жылға Голливудқа ауысады. Мұнда жас актриса Шерил кезекті кастингке қатысып, даңқ пен атаққа, ақшаға қол жеткізуді армандайды. Бірақ жауапты ер адамдар оның көзінше еш қысылмай сырт келбетін талқылап, кастингге мүлдем сәйкес еместігін айтады. Көңілі қалған Шерил сол кездегі шовинизм құрбаны болады. Ал радикалды феминизм ол заманда әлі қалыптаспаған еді. Үйіне көңілсіз оралған ол дәлізде көршісі Терримен кездеседі. Терри де басты кейіпкеріміз секілді жолы болмайтын біреу. Олар ара-тұра кастингтерге дайындалып бірге мәтін оқитын. Әңгіме үстінде Терри өзін өзі қонаққа шақырып, Шерилдің пәтеріне кіреді. Пәтерде отырған Шерилге агенті қоңырау шалып, оған бірінші көзқарастан махаббат шоуына қатысуды ұсынады. Бұл актриса ретінде оның танымал болуына мүмкіндік береді деп сендіреді. Күмәндана отырып, бірақ оң шешім қабылдаған Шерил көршісі Терримен бірге сыраханаға барады. Ер адам өзінің жалғыздығын, өмір бойы шектеулерде қалғанын айтып налиды да тағы ішуді ұсынады. Кештің соңы Шерилдің таңертең Терридің төсегінде оянуымен аяқталады. Оқиға 1979 жылға ауысады. Сан-Габриэль округінде жасөспірім қыз Эмили қаңғырып жүреді. Әулие Валентин күні қарсаңында ол саябақтағы орындықта қонып, тегін таратылған кәмпитпен тамақтанып, кір жуу орындарынан ұсақ түйек ұрлайды. Дәлізде темекі шегіп тұрған кезінде оны қаңғып жүрген фотограф Родни байқап қалып, фотомодель болуды ұсынады. Оның қолында камера бар, ал қыздың сұлу бейнесі фотосессияға жарамды еді. Бірінші үлкен фотосессиясына Родни Эмилиді қала сыртына, көзден таса жерге алып кетеді. 1978 жылы Шерил түсірілім студиясына келеді. Гримшілер оның бейнесін сәндеп жатқанда жүргізуші костюмерге одан да әдемірек киім таңда деп бұйырып, Шерилге камера алдында өзін қалай ұстау керектігін түсіндіреді. Содан кейін түсірілім басталады. Жүргізуші көрермендерге басты кейіпкерді таныстырып, оған таңдауы керек 3 бойдақ үміткерді сипаттайды. Қыз олардың жасын, мамандығы немесе шын атын сұрай алмайды, тек жалпы сұрақтар қоя алады. Сұхбат соңында ол қайсымен кездесуге баратынын таңдауы тиіс. Оқиға қайтадан 1971 жылға ауысады. Нью-Йоркте Чарли есімді қыз жаңа пәтерге көшіп, жөндеу жұмыстарымен әуре. Бояуға малынған ол душ қабылдап жатқанда жиһазды жеткізетін жүкшілер келіп қалады. Ал қыз жуынып шыққан соң уақыттары жоқ жүкшілер барлық жиһазды есік алдына тастап кетеді. Амал жоқ Чарли көшеден өтіп бара жатқан ер адамнан көмек сұрайды. Бұл сол баяғы фотограф Родни болатын. Алғашында сыра ішіп отырып әңгіме өрбігенімен, қыз қонағын шығарып салмақ болған сәтте, ол шабуыл жасап, Чарлиді қылқындырып өлтіреді. Сосын естелікке мәйітті суретке түсіріп алады. 1978 жылға қайта ораламыз. Студияда көрермендерге 3 қатысушы таныстырылады. 3-ші номердегі қатысушы Родни болып шықты. Залда отырған әйелдердің бірі оның қылмыскер болуы мүмкін екенін аңғара бастайды. Себебі бұл жігітпен бір кеште болған күні оның құрбысы жоғалып кеткен болатын. Әйел асығып шығып бара жатып, кабельге сүрініп құлап түсіп, түсірілімді уақытша тоқтатып қояды. Техникалық пауза кезінде Лора есімді көрермен продюсерлерге барып, шындықты жеткізбек болады. Күзетші онымен әзілдесіп бөлмеге еден жуушы кіргенше қалдырады. Ал бұл уақытта 3 бойдақ үміткер өзара әңгімелесіп, әсерлерімен бөліседі. Родни номер 2-ші қатысушының әйелдердің сырт келбетіне, әсіресе үлкен кеудеге құмар екенін есте сақтап алады. Сол сәтте оның ойы 1977 жылға Лос-Анджелес кешегіне. Ол кезде Родни журналда фотограф болып істеп жүрген.
Онда Марио есімді жас қызметкерді байқап, жағажайда фотосессия жасауға шақырады. Бірақ полиция офицерлері Родниді жұмыс орнында тексергеннен кейін әріптестері арасында қауесет тарайды. Марио Родни полиция офицерімен сөйлескен соң өзін қалай ұстағанын көріп ұсынысынан сыпайы түрде бас тартады. 1978 жылғы студияға қайта оралсақ, гримші Шерилге алдын ала қойылған сұрақтарға үңіле бермей, өз ойынан өз сұрақтарын қоюға кеңес береді. Жоғалтатын ештеңесі жоқ екенін түсінген қыз қолына қағаз қалам алып сұрақтарын дайындай бастайды. Ол тарих, физика және философиядан өз білгенін пайдаланып, үміткерлерді күтпеген сұрақтармен қысады. Жүргізуші тоқтатуға тырысқанымен, қыз ер адамдарды ыңғайсыз жағдайға қалдырып, олардың беделін шайқайды. Бірақ бұл көрермендерді күлкіге қарық қылады. Осы сәтте оқыған болып, барлық сұраққа жауап беріп, үшінші үміткер ерекше көзге түседі. Ол шын мәнінде қанқұйлы қылмыскер Родни Алькала еді. Шоу барысында қыз одан сахна артында қалғандардың не айтқанын сұрайды. Родни әріптестерінің артын ашып берді. Екінші номерлі қатысушы әйелдерді тек кеудесінің үлкен кішілігіне қарап бағалайды екен. Мұндай тосын әңгіме сценарийден ауытқып кеткендіктен жүргізуші әңгімеге нүкте қоюға мәжбүр болады. Соңғы үзіліс кезінде екінші номерлі жігіт Родниді сатқындығы үшін қорқытып жазалайтынын айтады. Бұған Родни салқынқандылықпен онда бір-біріміздің номерімізді алып алайық. Түсірілімнен кейін іздеп әуре болмаймыз деп айтты. Жігіт оған визиткасын бергенде Родни өз құрбандарының бірінің фотосын көрсетеді. Алғашында бұл қалжың сияқты көрінгенімен, әлгі жігіт оның шын мәнінде есуас екенін түсінеді, одан бойын аулақ ұстауды жөн көреді. Шерилдің таңдауын анықтайтын финал келгенде қыз үшінші номерді таңдайды. Қалған үміткерлер бірінен соң бірі сахнаға шақырылып, олардың барлығы өз саласында табысты адамдар екені айтылады. Сахнадан кетіп бара жатқан әлгі жігіт қыздың құлағына сыбырлап, сақ бол деп ескертеді. Бірақ Родни жақсы орынсыз аймалағаны болмаса, өзің жақсы жағынан көрсетті. Сонда қыздың көңілі бір жамандықты сезіп тұрғандай еді. Жүргізуші жұпты жеңісімен құттықтап, ұйымдастырушылардың есебінен оларға ұмытылмас саяхат берілетінін жариялайды. Түсірілім біткен соң Шерил студиядан шығып келе жатып, Роднидің күтіп тұрғанын көреді. Ол қызға алысқа кетпей ақ қарама қарсы тұрған барға кіріп көңіл көтеруді ұсынады. Әңгіме үстінде олардың ортақ қызығушылығы бар екені байқалады. Мысалы, екеуі де киноны ұнатады. Бірақ қыздың көңілінен күдік кетпей. Әлгі жігіттің ескертуімен Роднидің кейбір қимыл қылығы мазасыздық тудырады. Сондықтан Родни даяршыдан тағы ішімдік сұрағанда, қыз оған көз қимылымен бізді шығарып жібер деп белгі береді. Әйелдер арасындағы үнсіз түсіністікпен қызметші оны қолдап, оларды сыртқа шығарып салады. Жаңа таныстық ұзаққа созылмай, екеуі бардан көңілсіз шығады. Алайда айласын асыра білген Родни қызды көлігіне дейін шығарып салуды ұсынады. Қыз оны бірден қайтарып жіберетін себеп таппай, амалсыз бірге жүруге мәжбүр болады. Бос тұрған тұрақта жігіт одан телефон нөмірін сұрайды және ұйымдастырушылар беретін демалыста жақсылап көңіл көтереміз деп қалжыңдасады. Қыз блокнотқа сандар жазып береді. Бірақ Родни дауыстап қайталап берші дегенде, ол күмілжіп қалады. Сол сәтте жігіт қыздың жалған нөмір жазғанын түсінеді. Ол сонда ашық сұрақ қойып, теңіз жағалауына бірге барамыз ба деп сұрады. Қыз да ашық жауап беріп, сенімен ешқайда бармаймын деді. Бетін қайтарып жатқанына ашуланған жігіт қызды өлтіруді жоспарлап жатқанын айтты. Қыз маньяктың ашық түрде қорқытып жатқанын, жақын маңда ешкім жоқ екенін түсініп, ақырын сөмкесінен кілтін алып көлігіне қарай беттеді. Родни артынан қалмай, дәл есікті ашқан сәтте қуып жетіп алады. Бірақ бақытсыз қызды студиядан шығып келе жатқан түсірілім тобының қызметкерлері құтқарып қалады. Артық куәгерлерді қаламайтын Родни оны амалсыз қоя береді. Шерил үйіне қайтып барғанымен келесі күні ақ заттарын жинап, пәтерден көшіп кетеді. Өмірін қатерге тігетін мұндай жалған арман кино жұлдыз болу жолы оған енді қажет емес еді. 1979 жылы Родни үйінен қашқан жасөспірім қыз Эмилиді шөл даладағы қоршалған аумаққа алып келеді. Ол қызды күн бату фонында суретке түсіремін деп алдап, артынан шабуыл жасап, қол аяғын байлап тастайды. Эмили есін жиғанда қасында өкіріп жылап отырған қаныпезерді көреді. Қыз ештеңе болмағандай кейіп танытып, олардың арасындағы қатынасты ешкімге айтпауын өтінеді. Сенімге кірген соң Роднидан өзін үйіне алып кетуді сұрайды. Ол бұған келісіп, арқанды шешеді. Сірә қаншердің өзі де жылулықпен түсіністікке зәру еді. Қыз көлікпен қайтар жолда алғаш кездескен адамдардан көмек сұрамайды, бәрін қалыпты етіп көрсетеді. Бірақ Родни бір жанармай бекетінде тоқтап әжетханаға кіргенде, қыз көлікті тастап қашып шығады. Ол жақын маңдағы кафеге жүгіріп барып, полиция шақыртады. Көп ұзамай тәртіп сақшылары Родниді тұтқындайды. Мұның бәрі оның кезекті құрбанын өлтіріп үлгермей, адамдардың көз алдында қолға түсуімен аяқталады. Фильм соңында титрлар беріледі. Онда Родни Алькаланың тарихы қысқаша баяндалады. Ол 1979 жылдың 14 ақпанында Эмили қашып құтылған күні ұсталды. Алайда сотқа дейін кепілмен босатылып, кем дегенде тағы 2 адамды жас әйел мен 12 жастағы қызды өлтіреді.
Тергеу барысында көптеген азаматтар, соның ішінде аман қалған құрбандары да, оның күмәнді әрекеттері жайлы полицияға бірнеше рет хабарлағаны анықталады. Бірақ тәртіп сақшылары ұзақ уақыт бойы шара қолданбайды. Нәтижесінде Родни Алкала 7 әйел мен қызды өлтіргені үшін сотталып, 3 мәрте өлім жазасына кесілді. Алайда зерттеушілер оның қолынан 130-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін деп болжайды. Соған қарамастан, тіпті Эмилидің айғақтары да оны дарға асуға жеткізбеді. Қанды қол Родни Алкала түрмеде 42 жыл отырып, 87 жасында табиғи себептен қайтыс болды. Сөйтіп сол жерде біздің шоу өз соңына жетеді. Достар, біз көптен бері YouTube-қа енді оралып жатырмыз. Сондықтан бізді қолдап, әрі қарай өсуімізге көмектессеңіздер, бізге зор шабыт болатын еді. Келесі кездескенше аман сау болайық.